Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өте дәмді және ерекше жасалынатын қыстық салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, және осы видеоны толығымен көріп шығыңыздар. Мен асықпай бүге-шігесіне дейін сіздерге түсіндіріп айтатын боламын. Бізге керегі күріш 150 грамм, оны ыстық суға салып бұқтырып қоятын боламыз. 2 орташа пияз, 1 бас сарымсақ, ұсақтап жұқалап турап аламыз. 200 грамм сұйық май, қызанақ 2 килограмм ет тартқыштан өткізіп алдым, және болгар бұрышы 1 килограмм. Оны осы қасыққа ілінетіндей етіп 4 бұрыш етіп турап алдым. Ал жарты килограмм сәбізді осылай қысқағып үккіштен өткізіп алдым. Барлық заттарымызды дайындап алдық. Енді қызып тұрған қазанымызға 200 грамм майды құйып, жақсылап қызғаннан кейін пиязымызды сарғайтып, жақсылап қуырып алуымыз керек. Пиязымызды жақсылап қуырыңыздар. Бұл салатымыздың ашып кетпеуі үшін. Жақсылап сарғайтып қуырып алғаннан кейін, енді осының үстіне біз сәбізді салатын боламыз. Сәбізді салғаннан кейін жақсылап араластырып 5-10 минуттай қуырып алатын боламыз. Сәбізіміздің көлемі кішірейіп және жұмсаруы керек. Мінекей 10 минут өтті, сәбізіміз жұмсарып, көлемі кішірейді. Енді осының үстіне біз жаңағы дайындап қойған болгар бұрышымызды салатын боламыз. Оны да жақсылап 10 минуттай қуырып алатын боламыз. Оттың асты барынша ашық тұруы керек. Міндетті түрде қазанды осылай араластырып тұрыңыздар, түбі жабысып қалмасын. Мінекей 10 минут өтті, сәбіз бен болгар бұрышында қуырып алдық. Ендігі кезекте біз ет тартқыштан өткізілген қызанақты салатын боламыз. Мінекей қызанағымызды құйып, жақсылай біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Және осы кезде біз дәмдеуіштерін, тұз, қанттарын салуымыз керек. Мінекей жақсылап араластырдым. Мен 3 ас қасық қант саламын. Егерде салаттарыңыздың дәмді болғанын қаласаңыздар, 100 граммдай қант салыңыздар. Мен онша тәтті жасамадым, сондықтан 3 ас қасық толтырып салдым қантты. Ал тұздан 1,5 қасық, ас қасық өте қатты толтырмай салдым. Тұзды міндетті түрде дәміне қарап салыңыздар, көп болып кетпесін. Мінекей барлығын салғаннан кейін араластырып, енді осының үстіне біз жаңағы бұқтырылып, алдын ала жуылып дайындалған күрішімізді салатын боламыз. Және оттың астын біз баяу қоятын боламыз. Енді салатымызды қатты қайнатпаймыз. Мінекей күрішті салғаннан кейін 35 минут баяу отта пісіретін боламыз. Және осы уақыттың ішінде біз қазанды жақсылап араластырып отыруымыз керек. Қоюы түбінде шөгіп, күйіп кетпес үшін. Мінекей 35 минут өтті. Салатымыз осындай қоюлықта болады. Мінекей жақсылап араластырып, енді осының үстіне біз жаңағы жұқалап туралып дайындалған сарымсақты саламыз. Және 50 мл 9% уксусты құятын боламыз да, тағы да 15 минуттай қайнатып аламыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Және оттың астын сол баяулықта тұруы керек. Мінекей уксусты құйдым. Енді барлығын жақсылап араластырып 15 минут қайнатамыз. Және осы уақытта мен банкілерді жуып, мантоваркіде булайтын боламын 10 минуттай, және қақпақтарын 5-7 минуттай қайнатып алатын боламын. Мінекей салатымыз дайын, осындай қою әрі дәмді болып шығады. Енді осы салатымызды ыстықтай стерилденген банкілерімізге құйып, қақпақтарын жақсылап жауып алатын боламыз.
Құрметті көрермен, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып және тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдыда әлі жақсы, өте оңай жасалынатын салаттардың, пирогтардың, тәттілердің рецепттерін көрсететін боламын. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Салатымыз қою болғандықтан осылай кішкене банкілердің шетіне ауа торады. Соны қолымызбен қозғап, видеодағыдай кішкене ауаларын шығарып жіберіңіздер. Және осы банкінің қақпағын жабатын құрылғымен қақпақтарын жақсылап жауып шығатын боламыз. Менде осындай екі қайтара жабатын боламын. Және қақпақтарымыздың жақсы жабылған тексеру үшін банкілерімізді ары-бері домалатып тексеріңіздер. Ешқандай да суы ашылмауы керек, ақпауы керек. Мінекей салаттарымыздың барлығын жауып болдым. Енді осыны төңкеріп, мен бір түнге жақсылап орап тастайтын боламын. Бұл төңкеріп қою міндетті емес, төңкермей де қойсаңыздар болады. Одеялмен бір түнге өзі асықпай суы үшін орап тастайтын боламын. Мінекей салаттарымыз бір түн тұрды. Мінекей салқындаған кездегі түрі осындай болады. Қою салат болады. Өте тойымды, әрі өте дәмді болып шығады. Сіздер де осылай жасаңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.